Бүгін менің балам екеуміз сіздермен осындай өте үлкен әрі жұмсақ, дәмді болып шығатын сникерс рулетін рецептісімен бөлісетін боламыз. Ол үшін жұмыртқаны ақуызын сарысынан бөліп аламыз. Ыдысымыз біздің өте құп-құрғақ болу керек, бір тамшы да су болмау керек. Сосын жұмыртқаның ақуызына бір шым-шым ғана тұз қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз әппақ крем сияқты болып, ыдысты төңкергенде құлап қалмайтындай, формасын солай ұстап тұратындай өте жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Маған кем дегенде 7 минуттай миксерледім. Сонша уақыт кетті. Содан кейін ғана бір-бірден жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Біз бұл жерде разрыхлитель қолданбаймыз, қопсытқышты. Сондықтан біздің бисквитіміз ойымыздағыдай өте жұмсақ, эластичный және күшті болып шығады. Осылай бір-бірден жұмыртқаны қосып миксерлеп алғаннан кейін какао ұнтағы мен ұнды екеуін бірге осылай үккіштен өткізіп аламыз. Және бұған ванильді қантымызды қосамыз да жақсылап үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізу керек, өйткені біздің массамыздың ішінде какаоның немесе ұнның ұнтақтары, кесектері қалып қалмас үшін. Содан кейін осылай астынан үстіне қарай жаймен ғана араластырып отырамыз. Яғни қатты араластырмай, астынан үстіне ғана көтеріп, айналдырып отырып қана араластыратын боламыз. Сонда біздің массамыз пена сияқты болып тұрады, ол көбігі отырып қалмайды. Өзінің пышный дейді ғой, сондай массасын жоғалтпайтын болады, көлемін жоғалтпайды. Содан кейін біз оны осындай противеньге салып, жақсылап жан-жағын бәрін тегістеп жайып аламыз. Содан кейін 200 градуста 10-12 минут пісіріп аласыздар. Өте қатты көп тұрып қалмау керек уақытынан, өйткені кеуіп қалады. 10 минутта тексеріп тұрсаңыз болады. Негізі 10 минутта дайын болады. Дайын болған бисквитіміздің бетін жауып қоямыз. Толықтай суығанша қойып қоямыз. Содан кейін арахисті ұнтақтап аламыз. Мынау бізді вареная сгущенка және шоколад пен сливочный масло екеуін қосып ертіп аласыздар. Содан кейін осы сникерсқа сливкидан крем жасаймыз. Сливкиді жақсылап миксерлеп, кем дегенде 5 минуттай миксерлеп, формасын ұстай бастаған кезде сахарный пудраны салып, жақсылап тағда миксерлейміз қоюланғанша. Мінекей біздің сникерстің бисквиті дайын, өте жұмсақ, сықырлап, күшті болып тұр. Осылай вареная сгущенканы жағамыз. Менде аз ғана болған, сонымен жасап жатырмын. Сіздердің өз қалауларыңызға қарай көбірек қоссаңыздар да болады. Вареная сгущенканың үстіне арахисімізді септім. Содан кейін сливкиден жасалған кремімізді жағып, орадым жақсылап. Орағанда қатты баспай, жаймен ғана орайсыздар. Осылай өзінің формасын ұстап, әдемі болып шығады. Кремі толықтай сіңгенше 1-2 сағат қойып қойсаңыздар болады. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Ал сыртына жаңағы шоколадты ганашымызға қалған арахисті қосып, осылай әсемдейміз. Бұл рулет өте тез дайын болады. Өзінің піскені 10 минут. Және сникерс торты сияқты көп уақытта алмайды. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім Ас-Софи және менің балам Мұхаммед. Рецепт ұнаса, арнама тіркеліп, және осы рецепті өздеріңізге сақтап алыңыздар. Құрамына көп затты да және де көп уақытты да қажет етпейтін осы сникерс рулетін міндетті түрде жасап көріңіз.